Қапшықтағы тастар. Ауыл шетіндегі жалаңаш төбеде Сапар атты қария жалғыз өмір сүретін. Оның үйі ескі, бірақ ұқыпты. Жұрт оны бұйығы біртүрлі шал деп атайтын. Себебі ол күнде таң бозынан қап арқалап ауылдың шетіндегі биік төбеге барады екен. Сол төбеде бір сағаттай отырады да кейін түсіп келеді. Не істейтіні, не ойлайтыны беймәлім. Ауыл балалары оны сыртынан күліп тастың шалы дейтін. Бірақ ешқайсысы жанына барып көрмеген. Тек бір күні 13 жасар Марат деген бала батылы жетіп шалды жолдан тосып алды. Ата, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Деді ол ұялшақ үнмен. Сапар тоқтап баланың көзіне қарады. Жымиып, айта ғой балам, деді. Сіз күнде анау төбеге тас арқалап шығасыз, неге? Шал иығындағы ескі жамаулы қапты жерге қойды. Бір сәт үндемей тұрды да. Кел, бүгін сенімен мен бірге бар, сонда бәрін түсінесің, деді. Марат қуанып шалмен ілесіп жүре берді. Жол ұзақ емес еді, бірақ қаптың салмағы баланың көзіне оғаш көрінді. Ата, мынау не деген ауыр қап? Сапар тағы жымиды. Бұл жай қап емес еді, балам. Мұнда менің өмірім жатыр. Қанша өкінішім, ренішім, кешірмеген адамдарым бар. Соның бәрі тастарға айналды. Жылдар бойы жинадым. Енді күн сайын солардан арылып жүрмін. Қалай? Әр күн сайын біреуін төбеге бастап шығарып, сол жерде қалдырып кетем. Бірақ сіз неге бұлай жасадыңыз? Неге бұл реніштерді ұмытып кетпедіңіз? Шал біраз үнсіз тұрды. Сосын төбедегі жалғыз шоқ ағаштың көлеңкесіне отырып, баяу сөйлей бастады. Мен жас кезімде ашушаң, өркөкірек, кішкене нәрсеге ренжіп қалатын адам едім. Ауылда ұстаз болдым, білімді болдым, бірақ жүрегім бос болыпты. Бір күні әкем қайтыс болар алдында мені шақырып, кешірімді бол ұлым, өмір бір-ақ рет беріледі. Ренішті арқалап жүрсең, сол өміріңнің жартысын көтеріп өтесің деген еді. Бірақ мен тыңдамадым. Шал бір тасқа қарап отырды. Мына тас менің досым Нұрланға деген ренішім. Біз бала кезден бірге өстік. Бір қызға екеуміз бірдей ғашық болдық. Бірақ ол қыз Нұрланды таңдады. Мен досымды сатқын деп ойлап сөйлеспей кеттім. Ол кейін апаттан қаза тапты. Мен кешіре алмай қалдым. Енді осы тасты жылдар бойы көтеріп келем. Сосын екінші тасты алып. Ол інім Ержанға арналған. Ол менің кеңесімсіз үйленіп, мені ренжітті. Тойына бармадым. Анам мені жыларман болып шақырды. Мен өзімдікі дұрыс деп тұрып алдым. Бір жылдан соң шешем дүниеден өтті. Ержан мен содан кейін өмір бақи тілдеспедім. Бұл тастың салмағы жүректі жаншиды. Марат үнсіз тыңдап отырды. Көзіне жас үйірілді. Сапар ата қаптан тағы да бірнеше тасты алдына шығарып қойды. Әр қайсысын қолмен сипап, баяу айта бастады. Даусы сәл дірілдеді, сөзін жалғастырды. Мына тас, деп бір ірі жалпақ тасты қолына алды. Бұл менің алғашқы шәкіртім, Бақытжанға деген өкінішім. Ол бала ауылдағы ең тыныш, тұйық оқушы еді. Мен жаңадан ұстаз болған кезім, мінсіз болуға тырысып, қатал болдым. Бір күні Бақытжан үй тапсырмасын ұмытып келді. Мен оны бүкіл сыныптың алдында қатты ұрыстым, намысына тидім. Ол сол күннен кейін мектепке келмей кетті. Кейін білдім, үйінде анасы қатерлі дертпен ауырып, баласы соған қарайлап жүрген екен. Бірақ мен асықтым, сабыр етпедім. Бір жылы ауыз сөз айта алмадым. Сол күннен бастап өзімді кешіре алмай келем. Бұл тас менің асығыстық пен қаталдықтан туған өкінішім. Тағы бір тасты алды. Бұл тас менің әкеме қатысты. Сол жылы мен қалаға оқуға түстім. Әкем ауылда қалып, менің жетістіктеріммен мақтанды. Бірақ мен ауылды ұмытып елге сирек баратын болдым. Әкем хат жазып, бала келіп тұр, бірге шай ішейік, әңгімелесейік дейтін. Ал мен жұмыстан, достардан босай алмай, уақытым жоқ деп қайта-қайта кейінге шегере бердім. Сол хаттардың бәрі қазірде менде сақтаулы, соңғысы. Себебі мен бармай тұрып әкем өмірден өтті. Менің соңғы уақытым жоқ деген жауабым да осы тас.
Бұл тас үнсіздік пен немқұрайлықтың салмағы. Мына тас ең ауырлардың бірі, деді ол. Әйелім, Алма екеуміз отасып 35 жыл бірге өмір сүрдік. Ол өте мейірімді, бірақ өз сезімін іштей сақтайтын жан еді. Соңғы жылдары мен үндемейтін суық кісіге айналып кеттім. Тіпті туған күнінде, мейрамда жылы сөз айтпайтын болдым. Бірде ол, мен саған әлде керегім бар ма, деп сұраған. Мен үндемедім. Ол да үндемеді. Сол үнсіздік жылдарға жалғасты. Ол қатты ауырып қалған кезде де мен бір сезімімді білдіре алмадым. Ол кеткен соң мен оның күнделігін тауып алдым. Онда Сапар мені сүйеді, бірақ неге айтпайды екен, деп жазыпты. Сол сөз менің өмірімді өзгертті. Бұл тас айтылмаған сүйіспеншілік пен өкінудің символы. Келесі тас ұлым Арман. Бір кезде өнерге құмар болды. Кішкентайынан сурет салып, ән салып өсті. Бірақ мен сол мамандық па, заңгер бол, болмаса инженер бол, деп оның арманын басып тастадым. Ол мен үшін заңгер болды, бірақ көзінде от болмады. Жұмыстан шаршап келіп үндемей отыратын. Бір күні айтты: әке, мен сіздің арманыңызды орындап жүрмін, өзімдікі өлді. Мен қарсы болдым, ұрсып жібердім. Ол қалаға кетті, қайтып келмеді. Арамыз суып кетті. Мен кеш түсіндім. Балаға бағыт емес, еркіндік керек екен. Бұл тас баланың арманына қол сұққаным үшін. Сапар ата бір сәт үнсіз қалды. Жел баяу есіп тұрды. Төменде ауыл тіршілігі жалғасып жатты. Ол тастарға бір қарап: балам, менің өмірімдегі бұл тастар менің ең үлкен ұстаздарым. Енді оларды көтермеймін, жай ғана тастап кетіп жүрмін. Өмір деген кешіруді үйрену, ең алдымен өзіңді. Сен кешіруді ерте үйрен, сонда жүрегіңде тас емес, тыныштық болады, деді. Жылдар өтті, Марат ер жетті. Қалаға оқуға түсіп, өмірі қызу тіршілікке айналды. Бірақ ол ешқашан төбедегі шалды ұмытпады. Әсіресе ренжіген, ызаланған кездері есіне сол ауыр қап түсетін. Ол әріптестермен сөзге келіп қалды. Іші күйіп тұрды. Дәл сол сәтте ойына Сапар атаның сөзі оралды: кешірмесең, тас арқалайсың. Сол түні әріптестеріне өзі бірінші болып хабарласты, татуласты. Тағы бір күні анасы телефон шалып: балам-ау, қашан келесің? Көптен көрмей қалдық қой, деді. Марат шаршаған еді, бірақ бір сәт ойланды. Келесі күні пойызға отырып ауылға тартты. Бір кездері жас келіншегімен сөзге келіп, ашумен бөлек жатпақ болды. Бірақ кешкісін әйеліне қарап тұрып: кешір мені, менің сөзім ауыр болды, деді. Ол Сапар атаның айтқан махаббатынан сабақ алған. Бірде ұлы Әли келіп: әке, мен астроном болғым келеді, деді. Марат бір сәт ойланып тұрып: қандай керемет арман, қолдаймын, деді. Сапар атаның ұлына тыйым салғанын ұмытпаған еді. Көп жылдар өткен соң Сапар ата өмірден өтті. Марат оның бейітінің басына барып, қасынан бір уыс ақ тасты қойды. Сосын сыбырлады: рахмет ата, мен тас арқаламай өмір сүріп келемін. Сіздің ақылдарыңызды мен жүрекпен көтердім. Сол арқылы өзімді бос ұстадым. Жел баяу есіп тұрды. Көкте бұлттар жай ағып бара жатты. Ал төменде бір ұрпақтың кешірімі екінші ұрпақтың жеңілдігіне айналды. Шығатын өнеге: бір адамның кешіре алмағаны екінші адамның өмірлік сабағына айналуы мүмкін. Ренішті емес, жүректі алып жүру нағыз ерлік. Бір-біріңізге кешірімді болыңыздар. Реніш сақтау тас арқалаумен бірдей. Адам жүрегі неғұрлым кешірімге толы болса, сол ғұрлым өмір жеңілдейді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Рахмет.